Тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуынан бастап, мемлекеттік шекара арқылы тасымалданатын тауарларды кедендік декларациялау жүйесі көптеген өзгерістерді өткерді. Сауда керуендерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін Ұлы Жібек жолының көпестерінен таңбалар мен мытницалар жинағынан электронды декларация жүйесіне дейін. Бүгінде кеден органдарының жинақталған әлемдік тәжірибесін пайдалана отырып, озық ақпараттық технологиялар енгізілді. Олар кедендік рәсімдерін толық жеңілдетіп, автоматтандырылды. Декларациялау Астана бір ақпараттық жүйесі жанасусыз жүзеге асырылады. Бұл сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін айтарлықтай төмендетеді. Енді кедендік әкімшілік ғимаратына келудің, инспектормен байланысудың, ұзын сонар кезектерді күтудің қажеті жоқ. Декларацияны тікелей үйден, кеден өкілінің кеңсесінен немесе әлемнің кез келген нүктесінен беруге болады. Ол үшін тегін берілетін ақпараттық жүйеге логин және электронды цифрлық қолтаңба қажет. Оны kgdgov.kz сайтынан алуға болады. Тауарларға ілеспе құжаттардың негізінде декларацияның бағандары толтырылады. Электронды декларация сақталады және тіркеледі. Тәуекелдерді басқару автоматтандырылған жүйесінің жұмысы нәтижесінде декларация келесідей түседі. Сары дәлізде құжаттық бақылау, көк дәлізде ақпаратты шығарғаннан кейін тексеру, қызыл дәлізде тексеру және сараптама. Ал жасыл дәліз бұл бұзылу қаупінің жоқтығы, демек тауардың шығарылуын білдіреді. Егер сары және көк дәліздерге кірген болса, сіз қай инспектордың бақылауға алғанын көресіз. Кеден инспекторы сондай-ақ бақылауға келіп түскен декларация туралы хабарламаны кедендік бақылау жөніндегі нақты нұсқаулықпен алады. Ол қажетті құжаттарды Астана бір ақпараттық жүйесі арқылы сұратады. Оны декларант қоса берілген құжаттар қосымшасына қоса тіркейді. Құжаттарды тексеру тауарларды шығарумен аяқталады. Қызыл дәліз болған жағдайда нақты кедендік тексеру немесе тауарларға сараптама жүргізіледі. Бақылаудың барлық түрлері аяқталғанда декларация шығарылады және мәртебесі paid болады. Бақылаудың барлық түрлері, сондай-ақ берілген декларацияның мәртебесін ақпараттық жүйеде онлайн режимінде көруге болады. Көп функционалды бағдарламаның өзі кедендік төлемдер мен салықтың мөлшерін, сондай-ақ тыйымдар мен шектеулерді қолдану қажеттілігін есептейді. Кедендік төлемдер мен салықтар сыртқы экономикалық қызметке қатысушыларға тіркелген жерлері бойынша банк жүйесі арқылы төленеді. Бірнеше минут ішінде төлемдер төлеушінің жеке шотына түседі. Қазіргі уақытта кедендік тазартуға қатысушылардың көпшілігі ұсынылған мемлекеттік қызметтің қарапайымдылығы мен қолжетімділігін бағалады.